Assalamu alaikum bауырлар. Бүгін 3-ші дәрісімізді бастаймыз. Фаткамен оқуға жаттығатын боламыз. Әдәбә, 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 дәрәә, 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 дәрәкә, дәрәкә, درك درك درس 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 رزق 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 ورد 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 ورع 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 وزن 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 كتب 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 ثبت 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 نزل 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 يدك 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 حسد 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 سجد 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 شرع 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 فسد 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 نصر 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 عرض عرض عرض. Осымен 3-ші дәрісіміз аяқталды. Осыны 40 рет оқып шығыңыздар. Және оң жағындағы әріптерге қараңыздар. Сөздің ортасында, соңында келетін әріптер қалай жазылу керектігі көрсетілген. Соған қарап түсінетін боласыздар. Сөздің ортасында, соңында, басында қалай келеді. Алла зейіндеріңізді ашсын. Ассаламу алейкум.